Товардың ішінен шыққан осындай купондарды қалай қолданамыз, қазір сіздерге көрсететін боламын. Мына купонда былай жазылған: егер де 10 иероглифтан тұратын отзыв қалдырып, және де живой фотоларын салатын болсаңыз, сізге 2 юань беріледі деп. Қанекей, осыны бірге тексеріп көрейік. Сайтқа кіреміз. Мына жерге кнопканы басамын. Менде купон мына кофточканың ішінен шыққан болатын. Осының үстінен басам. Төмендегі қызыл кнопканы басамын, галерея деп таңдаймын, және осы жерден бағанағы кофточканың живой фотоларын таңдап аламын. Яғни міндетті түрде живой фото болу керек. 3 немесе 4 живой фото таңдауға болады. Қызыл кнопканы бастым, фотолар менде енгізілді. Енді отзыв қалдыру керек. Отзыв қалдыру үшін Яндекс переводчикқа кіріп, қазақшадан қытайшаға текстті аударып аламын. Қытайша текстті скопировать етіп алып, сайтқа кіріп, осы жерге вставить етемін. Сондай-ақ осы тексттің жоғары жағына 5 жұлдыз қойып, қызыл кнопканы бастым. Басты бетке өтіп, мына звездочканың үстінен бассақ, жаңағы біз қалдырған отзыв шығады, соны скрин жасап аламыз. Және мына сообщениеға кіріп, жаңағы скрин жасаған фотоны продавецке жібереміз. Енді осы фотоның астына сәлеметсіз бе, отзыв қалдырдым деген текстті жазып жібереміз. Бізге продавец уже мына 2 юаньды жіберіп қойған екен. Бұның түскен түспегендігін білу үшін үстінен басып көре аламыз. Бұны тексерудің тағы бір жолы бар. Ол үшін личный кабинетке өтіп, мына кнопканы басамыз, және бізге қанша юань бар екендігін көрсетіп